Сәлем достар, сіздермен бірге Асылбек Найман және Супер Қазақ арнасы. Бүгін мен сіздерге Clash of Clans ойынына черный эликсир қалай тез жинау керек екенін айтатын боламын. Сонымен кеттік. Алдымен достар, ең біріншіден біз мынандай состав дайындауымыз керек. Мен қазір черный қараңыздар, менде 72346 черный. Бұны жинау өте оңай емес, өзіме оңай. Біз мынандай состав дайындаймыз. 3-ші армияға қараңыздар, міне 31 лук, 3 стенка стеновой, 12 колдун, 5 пекка, 2 стиліне, 2 ярд. Ал мен сіздерге көрсетейін мына жерден. Барынша черный эликсир көп жерге қараңыздар. Мысалы, мына атака әдем шыққан. Бірінші жіберіп аласыздар, алдын тазалап аласыздар, сосын стенка жібересіздер, стеновой жібергеннен кейін тарс 2 жарылады, сосын жерден тарс артынан үйіп жібересіздер, сосын мына жерге бүйтіп стеление яртысты жібересіздер. Міне оппа, изи қылды. Тарс бір соққы, король өлді, король погиб. Осындай артына жібере бересіздер. Мына жеріндегідей ақша эликсир бәрін алып аласыздар. Қырсырттың бәрін. Ортаға әдемі кіріп кетті осы жерде. Ортаға кірді, сосын жан тастадым, керек болып қалды, жан азап қалды. Сосын құтыртатын жібердім, яғни ят. Міне 100 мың толтырып алды, 1000, 2000 почти, міне 3000. Көрдіңіздер ме, бар черныйын алып кеттік. Осылай мына жерді сындырып аламыз, сосын айналып жүріп мына жерге өзі келеді. Мынақты чистить ете береміз, тазалай береміз, осылай алып тастаймыз. Басқаша фарм жасауға да болады, мысалы мына түрін жасауға болады. Міне қараңыздар, бұған 30 миньон, 31 шар керек, және өзіңіздің король мен королева көмек дегендей, сондай қане шамалы көбейтейік. Ең біріншіден мынандай воздушкаларды қуатып аламыз, жан тастаймыз колдундардың қасына, мына жерге. Және де спичка ұмытпаңыздар, спичка жақсы көмектеседі. Спичка тастап едім, әдемі көтеріліп кетті. Мына жерге тастадым. Сосын мына ататын жақтары жоқтан жіберіңіздер, егер соқ қалса. Мына жерде королева өлтіріп тастады мыналарды, бірақ ештеңе етпейді. Бірақ главный черный эликсир алдық. Сондықтан қазір менде 72 мың кристалл черный эликсир болды. Нормально. Енді құдай қаласа 10 күннен кейін балкам бедмамды 2-ші уровенге көтеріп аламын. Керек болып тұр. 2-ші уровенге. Мына жерден голем шықпады. Големді қиыраттық. Одан ана 2-ге бөлініп, оны қиыраттық. Және осылай тарс алып тастадық. Достар, өте жинау. Бірақ алаңдайсыңдар өздерің. Черныйді алып кетеді ғой деп, мына қарсаңыздар не еткен әдем толып тұрсыз. Мен бұйырса енді 9 күннен кейін драконым 3-ке көтеріледі, сосын мен черныйдағы ештеңе дамытпағам, сондықтан бірінші бедман дамытайын деп жатырмын алғашқы. Бүгінгі айтқым келген осы. Және де тағы да айтам, Шангет жастар каналына кіріңіздер, канал деп кланына кіріңіздер. Ішінде өте керемет фарм атакалар болады. 31-де 5-7 ұтып жатырық біз. Сіздермен Асылбек Найман және Супер Қазақ арнасы. Сау болыңыздар. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.